инвалид первой группы, уже 5-й год лежит после инсульта. Я сама инвалид первой группы, онкологические после 6 операций. В общем, 15 лет с 2008 года стою на учете. В основном в районе какие проблемы именно вот в сфере инвалидности? Вот есть же конкретные государственные программы, где оказывается именно помощь. Вам какая-то помощь от государства? За 15 лет я ни одной помощи ни от Акимата, ни от города, даже ни одну кочерышку никто не принес. А было время, что покупали. Дети есть, покупают дети. Что там, мизерная какая-то пенсия, инвалидность, небольшая же сумма. А лекарства бесплатные? Лекарства мне бесплатные. Насчет лекарств, насчет больницы я ничего не могу сказать. Потому что сейчас больница идет на высоком уровне у нас. Вот как Ерикпаев приехал, он в руки хорошо взял. Сейчас все, и отделение в хорошем состоянии. Это очень хорошо. Это очень. Я не скажу о Ерикпаеве, о врачах. Есть исключения там. Молодые есть врачи. Исправиться, думаю. У Акимов были? А каким у нас никто не пускает. К районному также? Районный сам был у меня. Дома? Да, сам был, когда у меня наводнение было. Вот только когда меня топит сверху это у нас... который нынешний Аким, да? Да, Айдар Муратович. У нас поле вот рядом. Поле как сейчас же Мурат Рахимвердиевич. Районный Аким сейчас. Районный, это городской. У нас, когда вот здесь вот недалеко, через 5-6 домов, поле. Как этот депутат, не депутат, в общем, крутой. Его поле, как начинает поливать, все, вся вода. Там же вверх. А чья это земля? Это фамилию я забыла. В общем, крутизна наша, Джеркенская крутизна. Да? Джеркенская крутизна. Как поле, все, нас все. И топит как низ этих соседей и меня. Позапрошлый год Омаров Булат Шарипханович, он видел, у меня вот так вот все залило, к соседям в огород пошел. Ладно, ничего, ни одна помощь не пришла. Правда, выкачали, все, Аллах Акбар. А что там после наводнения, знаете? Да, кто-нибудь двор делает? Да, никто не шелохнулся, ничего не сказала. Звонила, говорит, мама говорит, дети говорят, мам, ладно, сами потихоньку сделаем. Вот, а что мы должны делать? Пенсии, что у меня 1 миллион пенсий, 99 тысяч. У него 120 тысяч. Это уходит чисто на лекарства. Только на лекарства. Потому что у нас единственное, что плохо, неврологических лекарств нет. Единственное. Есть там такие выборочные, которые фармацевты по дешевке. Сейчас вот прям какая помощь нужна вам? В чем вы нуждаетесь? В угле нуждаюсь. В угле. Этот вопрос должен быть решаемый. Еще что? Лучше, например, ладно, ничего не буду уже говорить. Если они нормально мне привезут уголь. Давайте мы этот вопрос возьмем на контроль. Потом у меня еще один вопрос. 10 лет на него не оформляли, потому что на него оформлен дом. Я не оформлена как инвалидка. Мне в общую очередь поставили уже 10 лет на землю в свою очередь. У меня уже правнуки пошли. Сын Мамезов, Орли Мамезов Джамалдин с 2007 года стоят в очереди на землю. Уже внуки женились, уже правнуки пошли. Мы не можем клочок земли получить 600. Ни дети не могут получить, ни мне, как инвалидке, не дают. Государство что говорит, наши служащие? А наши служащие, жук, посмотришь, тот строит там дом, тот строит там дом. Пойдешь, аким жоқ қайда, анда кетті қайда, ауылға кетті қайда, конференцияға кетті қайда, Астанаға кетті. Вот, единственное, еще когда зайдешь, это прям сидят у нас на вот этом, в Акимат, когда зайдешь, как күзеттер, как будто бы министр. Я даже заходила. Есть такое. Сидят прям
анам жоқ. Қайда удостоверениеңіз деп. Как будто менің бір жұмысымды істеп тұрғандай. По инвалидности какие-то общественные организации, что-то где-то состоите, нет? Нет. Только вот Болотаевич только что создал, мы 2-3 раза ходили, и то больше всех. А от Совбеза какая помощь? Должна же быть конкретная помощь. Никакой мне от Совбеза помощи нету. Все хорошо. Я не видела, что Совбез мне... К районному акиму. В прошлом году единственно 2 инвалида в доме ему принес Дунганский центр. Сейчас мы едем к районному акиму. Вот видите, в одной семье 2 инвалидов. Реально, да, им от государства положено. Мы не будем ничего неположенного, незаконного просить. Сейчас к районному акиму пойдем. И если уже на уровне Жаркента не могут решить этот вопрос, давайте мы решим это тогда на уровне области. Сейчас этот вопрос мы передадим акиму района. И ну, я как минимум уверена, что это в рамках закона, им давно уже все это положено. Но тем не менее, ну, видно, что еще пока в Панфиловском районе нету нового Казахстана. Нету. Я же вам могу сказать, у меня племянница, многодетная мать. Она на 7-го хоть беременна. Я вам даже сейчас могу адрес сказать, можете заехать и помочь. На 7-го ходит беременна. Она живет в этом доме, не сегодня, завтра он упадет. Мы сейчас в Панфиловском районе, город Жаркент. Хочу сказать чиновникам данного населения, Бекполова Айнагуль, инвалид 1-й группы, и, получается, и супруг инвалид. И после нашего приезда максимально нужно поддержать, нежели если кто-то будет там какое-то пытаться давление оказать или информацию какую-то недолжным путем брать. Ну, мы, соответственно, это тоже во внимание возьмем. Здравствуйте. Здравствуйте. Звондады ма? Иә, Қанша балаңыз бар? 6 балам бар. Кезекте тұрсыз ба? Иә, кезекте. Неше жыл болды? 5 жыл. 5 жыл болды ма? Әкімдікке барып осы үй сұрап көрдіңіз ба? Сұрадым, мен квартира таппай тұрмын деп. Квартирада тұрып жатсыз ба еще? Общежитиенің бәрі жаман ескі берген терезе, бірақ олар тұрамайсың, 5 бала. Қазір енді 7 бала. Қазақтың санын көбейтіп жатыр осы отбасы, иә? Қандай көмек керек екенін сұрап тұрмыз. Қазір аудан әкіміне барамыз. Жаркент қаласы, Панфилов ауданы, көп балалы отбасы. Мына үйдің өзін жалдап тұрып жатыр екен. Қанша төлейсіз айына? 10 мың теңге төлеймін. 10 мың теңге төлейсіз. Условиясы жоқ, хозяйны это берді, басқа жерлер бермейді ғой. Көп бала баған соң бермейді. Міне, көп балалы отбасы. Ой, сәлематсыңдар ма? Қалдарың қалай? Жақсы дейді мінекей. Мінекей, көп балалы отбасы, 7 баласы болса да, осындай жағдайда негізі әкімдікке бәр жерге жүгіндіңіз, е? Кезекте тұрдыңыз, бірақ адам тұрғысыз бір жатақханадан орын берген, ол жерде тұруға мүмкіндік жоқ, е? Енді қазір 7 баламен осы жер күйеуіңіз ғана жұмыс жасайды ғой, е? Күйеуіңіз жоқ па? Міне, сондықтан осы жалғыз басты анаға осындай көмек лайықты деп есептейміз. Қазір аудан әкіміне осы мәселені жеткізетін боламыз. Панфилов ауданы, Жаркент қаласына келдік. Мүмкіндігі шектеулі жандар және осындай көп балалы отбасыларға қандай көмек көрсетіп жатқанын көргіміз келді. Қазір міне 7 баласы бар ана, енді бір отбасы жағдайлармен жалғыз басты болып қалыпты әзірге. Сондықтан енді осындай жағдайда өмір сүріп жатыр. Өкіметтің біздің ойымызша енді бұл отбасыдан бейхабар секілді қазір көреміз аудан әкіміне барып. Мен өзім келгеніне бірден жаңадан асты, бір 4 ай болды. Жалпы үй салынбаған бұл жақта. Бұл жағынан кішкене бізде халық өзінің еңбегімен салғанда салынбаған. Бізде осы биыл ғана басталды. Қазірдің өзінде бізде тек қана жаңағы ненің өзінде 4388 адам тұрады үйдің кезегінде. Онысы жағдай жоқ. Біз қазір ғана осы буквально 20 күн болды. Нұркенттің жағынан 260 квартира үйді бердік. Жағдай жоқ. Әлеуметтік осал топтарға берілдік.
Оның жанында тағы да 260 квартира салып жатырмыз. Олар кезінде 19-20 жыл басталған екен. Жаңағы құрылыс компаниялары кішкене соттасып бір-бірімен жаңағы недобросовестный сотқа берген екен. Баяғы сол жемқорлық дейсіз. Иә. Оны біз бірінші сатысында сот жеңдік, енді 26 сентябрьде болады. Біз оны жеңеміз Аллаға. Соның благоустройствосы жасалып, 280 квартира үй салынып жатыр. Ол да биыл бітеді. Оны да кішкене жаңа асфальт жолдар бар екен, оны бітеміз. Жаркені шығар берісті көрген шығарсыз, 260 квартира салады, ол енді өзінің жоспарымен келе жатыр. Олар жаңағы октябрьдің 15 бітіру керек, олар бітіріп береді. Ол енді ипотечный үйлер. Ол мысалы кезек тұрған ішінде кімнің жаңағы регистрированға жаңағы мүмкіндіктері бар, солар бар қалады. Бірақ бәрі заңды ғой. Иә, заңды. Жер өшірді, мүлдем қозғалмайды деген. Жер өте дұрыс айтасыз. Жер әзір беру үшін, мысалы, алдымен коммуникация жүру керек. Мысалы, жер беру үшін су жүру керек, свет жүру керек, жол жүру керек деген сияқты. Өкінішке орай, соңғы 10 жылдың ішінде мүмкіндік вообще жүрмеген кезек. Әзірдің өзінде 16 мыңдай адам кезекте тұр. Енді ол, оның ішінде әзір қайтадан түгендейтін болатын болса, оның біраз үй алғандай бар, басқа жағдайлар. Біз қазір неден 196 гектар жер Жаркенттің жоғары жағынан жаңағы алдық, оның ішінде 78 крестьянский хозяйство жерден екен, қаланы жалғасу үшін. Оның крестьянский хозяйство жерін алғаннан кейін, зият жасағаннан кейін оған или ақшасын төлеп беруіміз керек, немесе пара-пар жер беруіміз керек. Қазір сол бойынша жұмыс жасап жатыр, әзір примерно 32 гектар крестьянский хозяйство қалды. Бұл көктемге дейін бітеді, оның шетінен жаңағы қалағандарына жаңағы ақшасын төлеп беріп жатырмыз, жаңағы әйтпесе пара-пар жер беріп жатырмыз. Ол 196 гектар жердің коммуникациясында қазір проект түгел жасалып жатыр. Ішінде жаңағы мектеп бар, балабақшасы бар. Ол қозғалады. Ол бесен дұрыс айтасыз. Әзір біз айтамын, Жаркент халқы еңбекқор. Жер берсеңіз болды, ешкімге салмақ салмайды. Бір жылдың ішінде, 3 айдың ішінде, 1 жаздың ішінде салып үйіне кіріп алады. Ол жаққа жоғары жасаңыз, ол жағынан еңбекқор. Халық еңбекқор. Жағдайын елге жаңағы мазаңызды алып келмейді, маған ана үй салып бер деген, ол өте жағдайы төмен азаматтар болмаса, әйтпесе тек қана. Қазір бір отбасының жаңағы мекен-жайын береміз. 7 балалы ана жалғыз басты болып қалдым дейді. Енді там өте ескі. Кезекте тұрғанда 5-6 жыл болыпты, 7-ші баласы қазірмен аяғы ауыр екен. Кезек қаншыншы екен? Енді 5 жылда білмеймін кезек қалай қозғалғанын, бірақ сізге мекен-жайын беріп, соны өзіңіз қарап назарыңызға алсаңыз. Болады, өткіземіз. Мысалы, қазір сөзін бөлген кешіңіз, біз биыл осы 23 жылдың өзінде 26 семьяға жағдай өте төмен, не кезекте жоқ. 7 баласы бар, 8 баласы бар, 9 баласы бар, даже балаларға осында кәсіпкерлердің көмегімен, қоғамдық қорғау көмегімен 26 үй сыйладық. Әр бердіміз. Табалықтарын көрдік, бір мәні жоқ. Біздің патшаның саясатын алға басып, жаңа Қазақстан бар деп айта аласыз ба ауданыңызда? Бар деп айта аламын. Бізде біраз жұмыс жасалып жатыр. Өйткені қазір біз кейбірде жұмысқа адам таппай қаламыз. Мысалы, 1100 гектарға бақ егілген, Жаркент фрукт деген бақ егілген. Мысалы, көктемде соны отау жұмыстары бар. Осы жерден автобус апарады, шыққандағы береді, кешке жақын автобус қайта әкеліп қояды. Күзде қазір алма жинайтын уақыт қазір. Соған адам таппай қаламыз, кейбірде. Жұмыс таппай қаламыз. Немесе құрылысшылар. Әзір мысалы, құрылыс жұмысшылар жүріп жатқандарға заң бойынша олар осы жерден месіне жаңағы жергілікті тұрғындар жұмысқа алу керек. Ол айтады, бізге тауып бер дейді. Бізде ондай адамдар жоқ. Бізде енді бір жақсы. Енді ауданды бір белгілі бір деңгейге көтерген екенсіз. Цифрлармен нақты жаңағындай ешқандай боламасыз. Жаңағы ақпаратты айтып жатсыз. Жалпы сынға қалай қарайсыз? Сынға, ол сын болмай, әксін түзелмейді, ол міндетті түрде маған жаздыған, мына жерге жазған хаттардың бәріне түгел өзім жауап беремін. Сын ол айтылу керек, ол айтылмаса болмайды. Негативті қалай қабылдайсыз? Негативті дұрыс қабылдайды. Ол болмаған дүниені мен орынбасар алмадым, міндетті түрде болмаған дүние мен айтатын, ешкімге оны ренжіп, мысалы, келеді кейбіреулер, арыз айтып. Ой, ол бұрыннан айтып жүрген, ол 10 жыл болды ол әйелдің айтып жүрген деп айтты. Мен олай деп айтпадым. Сендер бір рет соның тыңдап үйіне барып көріңдерші, жағдайын көрді, содан сен түсінесің, сен өзің бойыңнан өткіз соның жағдайын. Мен өзім жай қарапайым қойшының баласымын, сондықтан мен төмен жақтан бастап бәрінің жағдайын өте жақсы түсінемін. Барлық сатыдан өттіңіз ғой? Барлық сатыдан Аллаға өттім. Мына жерде мынандай тізім бар. Құрбанов Шухрат, Нұрботаев Талғат, Ғапу Еркін, Дүйсенов Болатбек, Нұрел Бақыт, Насырбек Хамза, Елипов Марат, Қашқынбаев Бауыржан, Хабитаев Айдан, Қастеев Турар, Омар Болат, Оспанбаев Ерлан, Тазабеков Арман деген азаматтар жайлы не айтатын едіңіз?
олар енді мысалы жаңағы Хамза, Ерлан, Османбаев, 3-4 ол округтың әкімдері. Олардың жаңағы өздерінің жаңағы сұрағы бітті, сайлау бойынша жаңағы басқа әкімдер қасақана түрде сіз алып тастады деген әңгіме бар. Оған сіз не жауап бересіз? Мысалы, жаңағы Құрбанов Шұқырат осы жерде 17 жыл орынбасар болып жұмыс істепті маған дейін. 17 жыл осында жаңағы орынбасар болып жұмыс істепті, бірнеше әкімдер жұмыс істеген шығар. Оның осы жердегі жаңағы бағана сіз айтып жатқан жаңағы үй салуға жер берілмеуіне байланысты сол кісінің кураторы болған жаңағы ауыл шаруашылығы жерлердің жаңағы дисциплинарлық советте тәртіп кеңесте бірнеше рет қараған. Мысалы бір адамға 3,4 гектар жер беріліп кеткен. Облыс комиссияның төрағасы. Мен бірақ ол кісіге жаңағы жұмыстан кетті айтқаным жоқ. Осында жаңағы облыста бір-екі жиналыста облыстың әкімі. Яғни өзінің нақты кінәсі болып тұр. Иә, сын айтқаннан кейін ол кісі өзі арыз жазып кетті. Мен бұл кісіні бұрыннан танимын, әлі күнде амал саламыз түзу, маған мысалы ренжітпей ешқандай несі жоқ. Араласып қаласымыз жақсы. Журналист болған соң бізге ақпаратты толыққанды сұрамасақ, ертең бізге үлкен сын. Яғни сіздің жақсылығыңызды айтқаннан кейін бір кемшілік оны. Енді жаңағы Қасиет Тұрарды жөнінде айтайын. Ол кісі осында білім бөлімінің басшысы, мына кісінің тікелей жаңағы қолдауында болған. Осындағы білім саласындағы жаңағы қалай деп айтыңыз кемшілік, жаңағы мына Талдықорған қаласының айқай-шу болды ғой, сол негізінде біздің Жаркент қаласынан басталды. Бізде примерно 110 миллион ба, 170 миллион ба қаражат ұрланған. Бірінші бізден басталды, Жаркенттен басталды. Осы жерден 4-5 бухгалтер сондай ақшаны жымқырған, осы жерде тікелей бас жауапты. Бірақ бұл сол күнде жауапкершілік тартылған жоқ. Жаңағы білім бөлімінің басшысы сол кісінің периодында болып тұр ғой, сол ақша тікелей сол кісіге тікелей қатысы бар. Тікелей қатысы бар. Неге онда жауаптамын? Оны енді білім жаңағы басқармасының басшысы басқа жаққа ауыстырамыз деді, жарайды деді. Оны мысалы жаңағы ауыстыруға менің шамам жетпейді, ол білім басқармасының тікелей басшысы, бірақ ол жөнінде мен облыстың әкіміне хат жаздым. Жаңағы осындай кемшіліктерге байланысты осындай. Одан басқа тағы біраз кемшілік бар біздің жаңағы білім саласында болған кемшіліктер бар, білім сапасы түсіп кеткені бар. Содан кейін мына елдердің арасында кішкене жемқорлыққа байланысты ақсақалдар алқасы қайта көтерді, үлкен жиналыста көтерді, прокуратураның есінде көтерді. Содан кейін амалдың жоғынан мен хат жазуыма тура келді. Осындай себепті жағдайға байланысты жаңағы назар аударуды сұраймыз деп. Қазір бір мектеп директорында қудалауға алынып жатыр. Болғанда мектеп директоры. Қасиет жаңағы Тұрар Бақышұлының інісі. Інісі? Иә, інісі. Ол да сонда қылмыскер ме екен? Ол жоқ, ол жаңағы кімнен Талдықорғанға барсам Сүлеймен Марат жаңадан тағайындалды ғой. Бірінші поездкасында осында келді, бізді аралап көрді, жаңағы білім бөлімінің басшысы сіз болдыңыз ғой дейді. Содан кейін почему-то осы директордың ішінде мен сол жігітті мақтадым, міне құдай тәуіп тұр ғой. Ол кісі тұрады почему-то. Или ана кісінің інісі болғаннан кейін сұрады. Мен айттым, өте жақсы жігіт, өткен жыл осы жұмысын жаңадан бастады, жаңадан директор тағайындады, қайта ана кісінің інісі болса да мен осында тағайындауға жаңағы көмектестім. Алғыр жігіт, болашағы бар азамат. Түрін көрсеңіз де әдемі керемет жұмысын сонда істейтін азамат. Осында басқа біздің саяси қоғамдық жұмыстарға жақсы қатынасып жүр деді. Енді бізде өте жауапкершілік, мысалы ол сайлау комиссиясы төрағасы болып сайладым, ол келгеннен кейін мен сайладым ол. Ешқандай шу жоқ, айқай жоқ, бәрін түгел жұмысын атқарып жатыр дедім. Бірақ ол кісі қашан үйінде ме? Үйінің 14-на жаңағы семьясы жағдайына байланысты мен оны білмеймін, оказывается милицияға қамалады. Семьялық жағдаймен. Жұмыс уақытында ма? Енді 14-ші үйдің жұмыс уақыты, енді бірақ уақытын кешке қарай болған, ол жұмыста. Семьялық жағдайыма үстінен арыз түседі. Жаңағы оқиға тура жұмыс орнында жоқ, семьялық жағдайына байланысты. Жаңағы енесі үстінен енесі арыз жазған, енесі екінші мектепте жарайды, ол отбасы жағдайы. Мысалы жұмыста отырған шағында емес? Жоқ, емес. Енді сыртқа кетіп үйінде болған жағдай ма жоқ? Семьялық жағдайынан жаңағы мен мазамдалды, енесі арыз жазды, милиция оны қамайды, соттың шешімімен жаңағы осында 72 сағатта 2 күнге қамалады. Содан кейін ол жақтан қайта маған сигнал түсіреді. Ол кісі осында каникулда болды жаңағы. Қалай ондай мектептің директоры? Ол еңбек демалысында емес, жұмыс уақытында. Чатап болды, сотталды, одан соттың шешімі күшіне кіреді ғой, соңғы. Сол аралықта ол күшіне кеткен уақытта бұлар отпусқа шығып отыр ғой. Бірақ ол жұмыста болған, бірақ жұмыстан тыс кезінде, бірақ жұмыс уақыты. Сіздерде ал енді заң бойынша қалай? Ол жаңағы жұмыстан тыс уақытта үйінде болған жағдай үшін де сіздер жауаптысыздар ма? Жоқ, біз жауаптымыз ол басшы ғой, 40 адам басқа. Ол өздерінің 200 оқушы бар. Бүкіл ел қарап отыр. Сондай жағдай болып жатыр. Сондай жағдай болып жатыр. Директор милицияға түсіп деген әңгіменің өзі қамалды. Туған енесі жазып отыр. Сонда ел айтады. Енесі кім болып істейді?
Электр екінші мектеп. Көрші мектеп. Сары Өзі де мектеп директоры. Өзі де мектеп директоры. Бұл жерде екі директордың арасындағы бір... Жоқ, туған күйеу баласы туған күйеу баласы ғой. Туған енесі. Сонда жаңағы туған енесі уже өліп отыр. Сондай заманға келдік қазір. Енесі күйеу баласын қасақана деп айтамыз мүмкін, ұнамаған күйінде деп айтамыз мүмкін. Енді ашуға шамына теген болар енді. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Біреудің отбасын араласуға мүмкіндігі жоқ. есі кеткен ғана кіреді дейді, екі адамның ортасына. Яғни ол ерлі зайыптылардың ортасына, яғни семья жағдайда болған жағдайға біз енді шығарады. Бірақ мен жаңа білім бөлімінің басында осында жаңа ақсақалдар құдалауға алып отырған сонда білім бөлімінің басқармасы болып отыр ғой? жоқ, ол жерде ешкім оны құдалап алған жоқ, оны әлі ол жұмысында жүр. Ақпарат яғни жалған. Ол жерде былай, ол жерде жаңағы тәртіптік жаза қолдану керек қой міндетті түрде. Мен айттым, мұны заң шеңберінде егер строгий выговор бірдеме беріп, әлде жұмыстан шығару керек па? жоқ, ДКСО қалды, оны білмеймін. Ол бізге менің құзырымдағы мәселе емес. Мен ол кісіге жаңа письменно жазып бере алмаймын, бірақ осы ақсақал құдалауға алып жатыр дегенге сұрап отырмын ғой. Ол маған тоже жазды, мен айтып жаттым, мен ол азаматқа айтып жатырмын ғой, сіз енді ол кісі маған айтты, сіз мақтаған директор осындай болып қалыпты ғой дейді. Мен айттым енді жаңылмайтын жақ сүрінбейтін жақ болмайды, жас семья болған шығар енді, мүмкін адамда кейпім болған шығар. Менің ол жұмысына әкім ретінде, еліңізді сүйесіз бе әкім ретінде? Әкім ретінде, азамат ретінде елін түсінемін. Әр қазақты жалғызым деп білесіз бе? Міндетті түрде. Трайбализмнан алыссыз ба? Алыспын. Мен мына кісінің даже елін осы келген кезде білдім, мен ешкімнен ел сұраспаймын. Мен сондай азаматпын. Мен өзім. Мына видеоны қалай комментарий етесіз? Енді біз міндетті түрде журналист болған соң сұрамыз. Оны білемін, түсіндім. Бұл жерде әңгіме Мұрат Нұртілеу деген азаматтың жаңағы сіздің тікелей төбеңіз, қолдаушыңыз жаңағы сөзіңізге енді бақсақ, біз мына коллегаларымыз шығарып отыр ғой бұл жерде. Мұрат Нұртілеу деген азамат сізді қолдау арқылы осы жерде отырдыңыз дейді халық. Сіз оған не деп айтар едіңіз? Қатысы жоқ, мен бұл жұмысқа келгеніме, мен осында жұмысқа шақырды, мен келдім, мен жұмысқа шақырмай Қанат Алдабергеннің Бозымбаев болатын, жұмыс істейсіз ба деп. Бірнеше кандидат болды, мен айттым, егер қолдасаңыз жұмыс істеймін, әйтпесем өзім жұмыс істеп жатқан жұмысым бар дедім. Ол кісі сол кандидаттың ішінде мені қабылдап алып жұмыс жасап жатыр. Бұл жаңағы осында бір ауылда округта кездесуде халық маған сұрақ қойып жатыр, неге жаңағы жергілікті азаматтар өспейді, неге жаңағы деген сияқты ақсақалдар ғой, ол кісіге былай деп түсіндіріп айтуға болады, неге біздің азаматтар өспейді деген сияқты әңгіме айтты. Мен айтатынмын, әзірге жаңа талап бойынша өскен жаңағы оқыған азамат кез келген жерде өз орнын таба алады. Өз ашық азамат. Әзір жаңа Қазақстан бұрынғы емес. Әзір оқыңыз, конкурсқа қатысыңыз. Қазір мектеп директоры конкурс атып өтсек, мектептің мұғалімі конкурс атып өтсек. Егер сіздің барлықтарыңыз соған жаңа сай кетіп тұратын болса, кез келген жұмыс табылады. Мен өзім бірінші облыста жұмыс істедім. Мен ешкім бөлген жоқ. Сен мына жақтан келіпсің, сен Талдықорғаннан келіпсің, Жаркентден келіпсің. Жоқ, бұл жерде қайта албан неге айтылады да, соған боласың. Ол кісі маған қойған сөздік ақсақал өзі албан. Ол айтады, біздің елде деп, ол кісі негізі елде тұрып, бірақ біздің елде анау-ананы тартып жатыр ғой, мынау-мынаны тартып жатыр ғой, неге істер деген, мезгілдің бәрі толық көрмеймін, мынаны контекст бөліп болған ғой, ол жерде үлкен ақсақал. Журналистер яғни керек жерін ғана қимас деп айтып тұрсыз ғой. Үлкен ақсақал, ол кісі өзі ру албан, бірақ осы Жаркентте тұрады, мен ол кісіні жақсы білемін, кезінде колхозда бірге жұмыс істедім, мен сыйлайды, үлкен азамат, 80 асқан азамат. Ол айтады, ана жақта тартып отыр ғой, енді сен келдің ғой, сен неге тартпайсың деп керісінше маған айтады. Неге сен осы жердің азаматтарын? Мен айтамын, маған жұмыс істейтін азамат болса болды. Ол қай жерге мен сұрамаймын. Мысалы қаланың әкімін сайлады, ол бұл жердің азаматы емес, Алматыда Алакөлді ғой. Мысалы кәсіпкерлік бөлімінің жігіті ол Талдықорған, мен Заря коммунистікке өткен жол жақында мен айтып жатырмын, маған жұмыс істейтін азамат болса болды. Әкімдікте тек қана албандар емес пе әйтеуір? Жоқ. Сондықтан айтып жатсыз тағы да Мұрат Нұртілеу бүкіл жаңағы Қазақстан Республикасын демей қояйық, енді жалпы біздің өңірдің бүкіл кадрлық вопростарын шешеді дейсіз, ол ақпаратты қайдан білесіз? Енді ол кісі рукада бар. Жоқ, ол кісілер маған айтады, сіз неге сол кісіге айтпайсыз дейді. Неге жаңа жоғары жаққа айтпайсыз, сол азаматтар осында шыққан азаматтар бар ғой, неге айтпайсыз дейді. Мен әркім ол өзінің шаруасы. Да, кадр жұмыс. Ауылдың округтың жұмыстары. Қай жердің азаматы? Негізінен осы жерден шыққан азамат. Осы жақтікін ақ. Иә, оны ана ақсақалдар айтады ғой, неге айтпайды. Мен айтатынмын, ол жерде ол кісінің ауылдың азаматтарына немесе сайлауға ешқандай қатынасы жоқ. Сайлауға түсем деген азаматтар, пожалуйста, түсіңіздер. Қазір біз көп, бізде қазір. Ол кісіні өзіңіз танисыз ба? Танимын, осы ауылдың азаматы болған. Өмірде танимын енді. Осы видео шыққан кезде сізге ешқандай жаңағы ренжіс болған жоқ, ол кісі тараптан? Болды, ренжіді, енді міндетті түрде ренжіс болады ғой. Енді мен айтып жатырмын, уже контекстін ол кісілер тексеріп жүрген үшін, ол жерде контекстін алынбаған ол кісілердің көздері жетті, сондықтан маған көп сұрақ. Жаңағы облыс әкімдікте қызметтік жаңағы тергеу жүргізді. Ойлаймын, бұндай фактіні тексерген шығар, тексеріп өйткені егер бір қандай да бір
жағымсыз, болмаса заңсыз дүние болса, сіз осы жерде менімен қазір сөйлеспей отырасыз. Дұрыс айтасыз. Мен түгел видеоны жіберіп бердім. Әлде дегенмен Мұрат Нұртілеу мырза бір рет сізді бүйтіп жарайды енді бауырым деді ме әлде? Жоқ, ондай болған жоқ. Болған жоқ. Мен айтып мен қызметке бір нетіп жатқан адам жоқпын, жабысып отырған адам жоқпын. Мен кез келген уақытта өткізіп берсе қазір өткізуге дайынмын. Кез келген уақытта. Жаңағы осындай азаматтың бәрі көріп жүр ғой. Өзі айтып жатқан мен қойшының баласымын. Мен көкем жоқ бере тұрып басқа жоқ. Шамам десе халыққа қызмет етуге тырысамын. Кез келген болғанда мен мысалы көп жыл осы үй саласында жұмыс істедім. Оның ішінде бір отбасының екеуі де мүгедек кісілер, үлкен кісілер. Бүгінгі күнде әлеуметтік қандай да бір көмек аласыздар ма десем, мүлдем көмектен жырақ екен бірінші. Екінші мәселе, бүгінгі күнде неге мұқтажсыз десем, көмірге мұқтажбын дейді. Мысалы, Талдықорған қаласында осы топтар, мен өзім білетін, көзіммен көрген, қолыммен ұстаған заттарды ғана айта аламын мен. Жалпы ауадағы нәрсені айтпаймын. Сондай осы топтағы азаматтарға мейлі спонсор арқылы болсын, мейлі бір реттік көмек деп есептейік, мысалы, көмір беріледі. Осындай отбасыны сіздер биыл қалай қамтымақшысыздар? Сондай азаматтарға көмектесе аласыз ба, жоқ па? Сонан айтып беріңізші. Біз ол жылда жасалып жүрген шаруамыз. Енді өзі маусым басталды ғой, қазір көмір керек, не керек, қазір бізге келіп обращаться еткендерге, жаңағы қалталы азаматтарға, сондай шамасы бар жігіттерге көмір жасауға жаңағы өтініш жасайды, жасап та жатыр. Мысалы 1 тонна, 2 тонна. Мысалы осы 2-3 күн болды, Қарғабаева деген кісі келді, маған 2 тонна көмір дейді. Мен жазып реттедім, қазір енді арғы қарғылас болмай. Ана кісі мүмкіндігі шектеулі сізге келе алмайды. Оны қалай істейсіз? Енді айтыңыз, ол кісілер маған егер обращаться етсе, жоқ, олар енді жалпы жалпы ешқандай көмек бермейді екен жалпы. Ал бірақ енді екеуі де мүмкіндігі шектеулі болғанда олар сіздерді бір рет тіркеуде тұру керек. Болмаса сіздердің жаңағы советтеріңіз инвентаризация дейді, бір рет аралау деген болу керек. Болмаса жаңағы олар 20 жылдан бері мүгедек екен, бірақ бір рет я бір әкімдік, я бір совет, я бір өкімет тарапынан бір жанашыр адам келмеген дейді. Осы қалай түсіндіресіз? Сізде мысалы кәсібіңізде жаңағы сондай үйде көмектесетіндерге арналған бөлім бар. Ол жерде өзіңіз білесіз, жаңа арнайы менің қорытындысы бойынша адамдар бекітіледі, барып көмектеседі, жағдайына реттеуге, мысалы даже бар светінің ақшасын төлеуге дейін, жаңағы судың ақшасын барып төлеп, үйдегі жаңағы анау сақ түйегін жасап беріп, сондайларға көмектесетін бөлім бар мысалы. Енді мен бұл кісілер неге ол соққа дейін жаңағы айтпай отырған, мен білмедім, но бірақ егер келсе анықтап білейік, ол мүмкін емес. Соның әдісінде қазір барады, анықтап егер заңды сондай көмек көрсету керек болса, мысалы заң жағынан ана үкіметтің беретінін алмай отырса, онда оны көрейік. Ал егер жеңілдікті білмей отырған шығар. Неге анандай шыншыл, сондай шынайы азаматтар екен, жылап отырған түгі жоқ, бірақ осындай алмадық деп қана айтты. Ал енді бірақ ешкімді жамандаған жоқ. Одан кейін жаңағы денсаулық сақтау саласын тіпті мақтап отыр, шамасы келгенше көмектесіп жатыр деп жатыр. Сондықтан біздің елге сенім артқан. Жаңа Қазақстаннан үмітті осындай бір жаралы жандардың жанайқайын естімей қалмайық. Бізге жаңағындай негативный айтты да кешке шейін бір жылай беретін адамдар емес екен. Жөні түзу адамдар екен. Шынайы өздері сол пенсиясына соның шамалы қана өмір сүріп жатыр. Бірақ кем түсін мен өзім сұрадым, сізге не керек, қандай мұқтаждығыңыз бар дегендегі шынайы айтқан осы бір қана сұрағы болды. Мүмкін өзінің кейбір мүмкіндіктерін пайдалану мүмкіндіктерін білмейтін шығар заңда. Соны қарап берсеңіз. 7 баласы бар ана қазір бір жалғыз басты болып қалыпты, енді семья жағдайы қандай екенін білмеймін. Жаңағыдай 2 адамның ортасын түсіп жатқан түгім жоқ, бірақ 7-ші баласына қазір аяғы ауыр екен. Өте құлайын деп тұрған тамда 6 баласымен енді өмір сүруде жалдамалы пәтер екен. Кезекте тұрғанына 5 жылдан асқан екен. Қазір үйін де көрсетеміз сізге, жағдайын көрсетеміз. Сол азаматшаға барынша заң шеңберінде ешқандай заңнан асып кетіп, болмаса мысалы ол кісі секілді осы Жаркент қаласында 1000-миллионнан асқан азаматтар болуы мүмкін. Себебі енді 30 жылдың қисық саясатында көмектен тыс қалған азаматтарымыз көп қой. Оны біз бірден бәрін қазір бірақ сәтте қолдап кете алмаймыз, бірақ шама шарқымыз келгенше аздап жағдай түзеуге тырысуымыз керек. Соны сізге қазір берген ақпарат бойынша сізге тек қана өтініш осы халықтың алдында айтылған ақпаратты шама келгенше заң шеңберіндегі өзіңіздің мүмкіндігіңіздің шегіндегі дүниеге көмектесеңіз.
менің жұмысымның жартысы сондай кісілермен жүріп жатыр. Содан кейін сізге тікелей айтып отырмыз ғой. Ал енді құрметті қазақстандықтар, біз бүгін аяқ асты ешқандай ескертусіз, ешқандай дайындықсыз, бұламасыз, бұқпасыз шындықтарды осы Панфилов ауданы Жаркент қаласына келіп отырмыз. Дайындалды деп айта алмайсыздар. Ең бір қыңыр сұрақтардың өзін қазылап тікелей қойдым, көрдіңіздер. Және де ауданның жетістігін айтуға да мүмкіндік беруіміз керек. Себебі біз бәрін жаман дей берсек, онда жақсыны қайдан аламыз. Содан кейін президентіміздің саясатының оңтайлы бағыттар жүріп, және де жаңа Қазақстанға аяқ басқан аудандар бірігіп әкімнің аузынан естіп, яғни соған сеніп, ары қарай одан да жақсы болуына тілектес болайық. Амин, рахмет. Менің жұмысына әкім ретінде, еліңізді сүйесіз бе әкім ретінде? Әкім ретінде, азамат ретінде елімді сүйемін. Әр қазақты жалғызым деп білесіз бе? Міндетті түрде. Трайбализмнан алыссыз ба? Алыспын. Мен мына сіздің даже елін осы келген кезде білдім, мен ешкімнен ел сұраспаймын. Мен сондай азаматпын. Мен өзім. Мына видеоны қалай комментарий етесіз? Енді біз міндетті түрде журналист болған соң сұрамыз. Оны білемін, түсіндім. Бұл жерде әңгіме Мұрат Нұртілеу деген азаматтың жаңағы сіздің тікелей төбеңіз, қолдаушыңыз жаңағы сөзіңізге енді бақсақ, біздің мына коллегаларымыз шығарып отыр ғой бұл енді. Мұрат Нұртілеу деген азамат сізді қолдау арқылы осы жерде отырдыңыз дейді халық. Сіз оған не деп айтар едіңіз? Қатысы жоқ. Мен бұл жұмысқа келгеніме, мен осында жұмысқа шақырды, мен келдім, мен жұмысқа шақырған Қанат Алдабергеннің Бозымбаев болатын. Жұмыс істейсіз бе деп. Бірнеше кандидат болды. Мен айттым, егер қолдасаңыз жұмыс істеймін, әйтпесем өзім жұмыс істеп жатқан жұмысым бар дедім. Ол кісі сол кандидаттың ішінде мені қабылдап алып жұмыс жасап жатыр. Бұл жаңағы осында бір ауылда округта кездесуде халық маған сұрақ қойып жатыр. Неге жаңағы жергілікті азаматтар өспейді? Неге жаңағы деген сияқты ақсақалдар ғой, ол кісіге былай да түсіндіріп айтуға болады, неге біздің азаматтар өспейді деген сияқты әңгіме айтты. Мен айтатынмын, әзірге жаңа талап бойынша өскен жаңағы оқыған азамат кез келген жерде өз орнын таба алады. Өз ашық азамат. Әзір жаңа қазақстан бұрынғы емес. Әзір оқыңыз, конкурсқа қатысыңыз. Қазір мектеп директоры конкурс арқылы өтеді, мектептің мұғалімі конкурс арқылы өтеді. Егер сіздің барлықтарыңыз соған жаңа сай кетіп тұратын болса, кез келген жұмыс табу. Мен өзім бірнеше облыста жұмыс істедім. Мен ешкім бөлген жоқ. Сен мына жақтан келіпсің, сен Талдықорғаннан келіпсің, Жаркенттен келіпсің. Жоқ, бұл жерде қайта албан елі айтылады да, соған болады. Ол кісілер маған қойған сөздік ақсақал өзі албан. Ол айтады, біздің елде деді, ол кісі негізінде елде тұрады, бірақ біздің елде анау-ананы тартып жатыр ғой, мынау-мынаны тартып жатыр ғой, неге істер деген, біздің бәрі толық көрдім, мынаны контекст бөліп болма, ол жерде үлкен ақсақал. Журналистер яғни керек жерін ғана қиылып деп айтып тұрсыз ғой. Үлкен ақсақал, ол кісі өзі ру албан, бірақ осы Жаркентте тұрады, мен ол кісіні жақсы білемін, кезінде колхозда бірге жұмыс істедім, мен сыйлайды, үлкен азамат, 80 асқан азамат. Ол айтады, ана жақта тартып отыр ғой, енді сен келдің ғой, сен неге тартпайсың деп маған айтады. Неге сен осы жердің азаматтарын? Мен айтсын, маған жұмыс істейтін азамат болса болды. Ол қай жерге мен сұрамаймын. Мысалы, қаланың әкімін сайладық, ол бұл жердің азаматы емес, ала көрді ғой. Мысалы, кәсіпкерлік бөлімінің жігіті ол Талдықорған. Мен Заря Камузбекке өткен жол жақында мен айтып маған жұмыс істейтін азамат болса болды. Әкімдікте тек қана албандар емес пе әйтеуір? Жоқ. Енді айтып жатсыз тағы да Мұрат Нұртілеу бүкіл жаңағы Қазақстан Республикасын демей қояйық, енді жалпы біздің өңірдің бүкіл кадрлық вопростарын шешеді дейсіз, ол ақпаратты қайдан білесіз? Енді ол кісі рукада бар. Жоқ, ол кісілер маған айтады, сіз неге сол кісі айтпайсыз дейді. Неге жаңа жоғары жаққа айтпайсыз? Сол азаматтар осында шыққан азаматтар бар ғой, неге айтпайсыз дейді. Мен айтамын, әркім ол өзінің шаруасы. Да, кадр жұмыс. Ну, ауылдың округтың жұмысы. Сөз қай жердің азаматы? Негізінен осы жерден шыққан азамат. Осы жақтікін ақ. Иә, оны ана ақсақалдар айтады ғой, неге айтпайды? Мен айтатынмын, ол жерде ол кісінің ауылдың азаматтарына немесе сайлауға ешқандай қатынасы жоқ. Сайлауға түсем деген азаматтар, пожалуйста, түсіңіздер. Қазір біз көп бізде қазір ол кісіні өзіңіз танисыз ба? Танимын, осы ауылдың азаматы. Өмірде танимын енді. Осы видео шыққан кезде сізге ешқандай жаңағы ренжіс болған жоқ ол кісі тараптан? Болды, ренжіді, енді міндетті түрде ренжіс болады ғой. Енді мен айтып едім, өзі контекстін ол кісі тексеріп жүрген шығар, өзі контекстін алынбаған ол кісілердің көздері жетті, сондықтан маған көп сұрақ. Жаңағы облыстық әкімдікте қызметтік жаңағы тергеу жүргізіп. Мен ойлаймын, бұндай фактіні тексерген шығар, тексеріп өйткені егер бір қандай да бір жағымсыз, я болмаса заңсыз дүние болып сіз осы жерде менімен қазір сөйлеспей отыратын. Дұрыс айтасыз, мен түгел видеоны жіберіп бердім. Әлде дегенмен Мұрат Нұртілеу мырза бір рет сізді бүйтіп жарайды енді бауырым деді ме әлде? Жоқ, ондай болған жоқ. Болған жоқ. Мен айтып мен қызметке бір не тапқан адам жоқпын, жазып отырған адам жоқпын. Мен кез келген уақытта өткізбесі қазақ өткізуге дайынмын. Кез келген уақытта. Жаңа осындағы азаматтың бәрі көріп жүр ғой. Өз айтып отырмын, мен қойшының баласымын. Мен
болса көкем жоқ бере тұрып басқа жоқ. Шамам жетсе халыққа қызмет етуге тырысамын. Кез келген орында мен мысалы көп жыл осы үй саласында жұмыс істедім.